Алдар Көсенін бәріміз бала кезімізде көргенбіз, және оның сиқырлы тон бөлімінде қыстың суығына қарамастан өзінің жаман киім киіп жүреді. Бірақ мынандай суыққа жай адам шыдамай ауырып немесе терісіне зақым тиеді ғой. Неге Алдар Көсеге суық тимеген? Себебі ол шайтан. Сенбесеңіз видеоның соңына дейін көріңіз. Бірінші мына бөлімді қысқаша айтып кетейін. Мультфильм басында бізге бір жылқы мен бай кетіп бара жатқанын көрсетеді. Сосын бізге байдың қаншама бай және де тоны әдемі және қалың болса да, оның тонып келе жатқанын айтады. Сосын бізге Алдар Көсе өзінің домбырасымен әндетіп келе жатқанын көрсетеді. Және де ол тонып келе жатса да, тоңғанын көрсетпей әндетіп өз домбырасымен келе жатады. Сосын бай мен Алдар Көсе бір-біріне қарама-қарсы келе жатқан кезде соқтығысып, Алдар Көсе аттан құлап түседі. Сосын біздің бай оны жамандап, неге көзіне қарамайсың деп келе жатқан кезде өзі де қарға құлап түседі. Сосын бай отырған түрінде өкініп, мен баймын және ақылым да бар, ауқатты адаммын, энші неге мен осындай жағдайға ұшырадым деп өкініп тұрады. Сосын бай Алдар Көсеге келіп, сен сонда кедейсің және де киімің де жұп-жұқа, энші қалай сен мына жерде көліп келе жатсың, мен ондай тонмен тоңып келе жатсам деп Алдар Көседен сұрайды. Сосын Алдар Көсе ақылымды білмеймін, бірақ сенің тоңың жарамсыз деп айтады. Ал бай болса түсінбей, қалай сонда жарамсыз, ол 100 000 теңге тұрады ғой деп айтады. Ал сенің тоңың дымда жұп-жұқа және жыртық-жыртық деп айтады. Сосын Алдар Көседен неге ол тоңып келе жатқанын сұрайды. Алдар Көсе болса бұл тоңға бар күшін салып, тесігін жауып, суық бір тесіктен кіріп, екінші тесіктен шығып кетеді. Сол кезде оның денесі жып-жылы болып тұрады деп Алдар Көсе айтады. Сосын бай таңғалып кетіп, тоңымызды ауыстырайықшы деп айта бастайды. Ал Алдар Көсе болса оған келіспейді. Және де сенің тоңыңның қандай қасиетті күші бар деп сұрайды. Ал бай болса үстіңе қосып тағы ақша берем деп айтады. Алдар Көсе ойланып атымызды да ауыстырайық деп айтады. Бірақ бай болса менің атым сенікіден қымбаттау ғой деп оған ашулана бастайды. Ал Алдар болса тоңыңнан тоңып тұрған өзің ғой деп оған тоңын бермейтінін айтады. Сол кезде бай жарайды дейді да олар орындарымен ауысады. Алдар байдың шапанын киіп, ал бай болса Алдардың тесік киімін киеді. Сосын Алдар Көсе баймен қошайтысып, мықты жылқымен және жылы киіммен кетіп қалады. Сосын бай жарайды сау бол дейді да әлгі Алдар Көсенің жылқысынан отыра алмай оның артынан қуып жүреді. Және қуып жүрген кезде шынымен жылы екенін айта бастайды. Сосын жол бойы әлгі жылқының артынан қуумен болады. Солай қуып келе жатқан кезде үйіне де жетеді. Ал ол жерде кемпірі күтіп отыр. Сосын кемпір оның түрін көріп, тоңың қайда, атың қайда деп, біреу сені тонап кетті ме деп уайымдай бастайды. Ал бай болса ол әлгі кісімен кездесіп, менің жаман тонымды беріп, ал оның күшті тонын өзіне албағанын айтады. Сосын екеуміз айырбастадық дейді. Сосын соған күліп мақтанады. Сосын кемпір осы жылы ма деп сұраған кезде бай бұны жылы деп айта бастайды. Бірақ бағана жылы болған аттың артынан қуып келе жатқанда, ал қазір суық дейді. Сосын тезірек үйге кіруін сұрайды. Сосын кемпір үйге кір, қазір жылынасың дейді. Сосын кемпір үйден атып шығып байды қуа бастайды. Және де неғып өзінің бүкіл байлығын оған бер салдың деп ашуланады. Қысқасын айтқанда байдың көтін айырады. Ал Алдар болса өзінің өлеңін айтып қыста далада кетіп бара жатады. Осымен бітті. Алдар Көсенің байды алдап, сиқырлы тонды өз пайдасын алғанын бәрі біледі. Бірақ осы жағдайға бір қызықты сұрақ туындайды. Неге Алдар Көсе осындай суықта ұзақ жол жүріп ауырмай немесе сырқаттанбай қалмады? Құдайдан келген сиқырлы күштің әсерінен бе, әлде Алдар Көсенің өзіндік ерекше қасиеттері бар ма? Ол тіпті бұндай ұзақ әрі суық сапардан кейін де ешқандай зиян көрмей, байдың арасында болған жағдайды еш кедергісіз жүзеге асырып кетті. Бұл жерде мистикалық күштің ықпалы байқалуы мүмкін. Бұл сұрақтарды өзімізге қою арқылы біз Алдар Көсенің тек алдаушы ғана емес, сонымен қатар ерекше қабілеттері бар тұлға екенін түсінуге тырысамыз. Бұлай қысқаша айтсақ, Алдар Көсенің нағыз шайтан деуге болады. Алдар Көсенің иеленген шапан туралы тағы бір қызықты теория бар. Ол шапан қарғысталған, яғни оны кию арқылы адам мәңгілік кедейлікте қалып қояды деп қарғалған. Бірақ Алдар Көсе өзінің айлакерлігімен байды үнемі алдап, оны тонды киюге мәжбүр етеді. Қарғыста тонның өзіндік күштері де өз ықпалын тигізіп жатқанын да байқауға болады. Әрине, бай оны қатерлі жағы туралы білмей, қысылу мен өлімнен қорқып, Алдарға келісім береді. Бұл дегеніміз байды үсіп өліп қалудан құтқарып қалу үшін Алдар Көсенің өзінің айласы мен сиқырына көніп кетуіне әкеледі. Осындай жағдайда адамның өмірі мен тағдыры әрқашан сыртқы қатердің қарғыстардың ықпалына байланысты өзгеріп кетуі мүмкін. Сонда әлгі шапан Алдар Көсе киген. Ол қарғысталған. Бай мен Алдар Көсе кездескен жоқ. Бұл кездесу сыртқы күштердің әсерінен, Алдар Көсенің алдын ала жоспарланған ісінің нәтижесі еді.
Алдаркөсе өзінің қулығымен байдың үлкен денесін өз пайдасына қолдануға тырысты. Осылайша байдың күшін пайдаланып, оның энергиясын өзіне тартып, сонымен қатар оны мәңгілік иелікке ұшыратуға бағытталды. Осы жердегі әлгі қарғысталған шапан да байға қарай тартылған және де баймен кездесетінін білген. Бұл жерде алдардың шеберлігі мен қулықтары тек физикалық деңгейде ғана емес, психологиялық әрі мистикалық тұрғыдан да жүзеге асатын айқын байқалады. Ал бұл шайтанға тән қасиет. Кемпірдің байға қатысты жасалған әрекеттері де өте күмәнді. Ол қарғысталған тон туралы бәрін білген және өз байлығы мен бақыты үшін ол кез келген әдіске баруға дайын еді. Кемпірдің тіпті байды өлтіріп сол арқылы байлығын сақтап қалуға деген ықыласы бар екені көрінеді. Және де мына кезде кемпірдің үйден атып шығып байды ұруға жүгіріп келе жатқанын көреміз. Ол бізге күлкілі болып көрінуі мүмкін, бірақ былай қарасақ кемпірдің байды өлтіруге деген ықыласын байқаймыз. Мультфильмдегі бұл күлкілі сәттер шын мәнінде кемпірдің шынайы мінез құлқын көрсететін қауіпті белгілер болып табылады. Және де әлгі кемпір нағыз маньяктың өзі. Сонымен осындай күшті мультиктерде ішінде нағыз қорқыныш жатқанын біз бүгін білдік. Осымен бітті. Айта кетейін, Алдаркөсе жай балаларға арналған мультик. Және жаңағы айтқанның бәрі теория. Шын деп ойлап қалмаңыздар. Тірке, лайк бас, коммент жаз және нан смайлигін қалдырып жазсаңыздар сіздерге жауап беремін.